Сәлеметсіздер ме достар, бүгін біз 690-шы есепті шығаратын боламыз. Ертедегі есеп. Басы шаруасы 3 ұлына 17 түйесін мұраға қалдырды. Бірінші ұлына барлық түйесінің 2-ден 1-ін, екінші ұлына 3-ден 1-ін, үшінші ұлына 9-дан 1-ін алуды тапсырды. Ағайындылар көп ойланды, бірақ әкесінің мұрасын ол айтқандай етіп бөле алмады. Сол кезде олардың жанынан түйесі мен Қожанасыр өтіп бара жатыр еді. Ол түйелерге өзінің түйесін қосып, мәселені шешуді ұсынды. Қожанасырдың түйесін қосып, ағайындылар түйелерді әкесі айтқандай бөліп алды. Қожанасыр өз түйесін қайтарып алып кетті. Ойланыңдар, бұл қалай болған? Бізде 17 түйе екен, барлығы әкесінің қалдырғаны. Оған Қожанасырдың түйесін қосамыз, сонда 18 түйе болады барлығы. Енді бізде бірінші ұлы 2-ден 1-ін берді, сонда 18-ді 2-ден 1-ге көбейтеміз. 2-ні 2-ге қысқартсақ 1, 18-ді 2-ге қысқартсақ 9. Сонда бірінші ұлы 9 түйе алған, ал екінші ұлы 18-ді көбейтеміз 3-ден 1-ге. 3-ті 3-ге қысқартсақ 1, 18-ді 3-ге қысқартсақ 6. Сонда ол 6 түйе алған. Ал енді үшінші ұлы 18 көбейтілген 9-дан 1. 9-ды 9-ға қысқартсам 1, 18-ді 9-ға қысқартсам 2. Сонда ол үшінші ұлы 2 түйе алған. Ал біреуі бізде Қожанасырдың түйесі.